Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен өте қарапайым күнделікті киімге ыңғайлы көйлектің сабағында кездесіп отырмыз. Көйлектің атын жайна деп атадым. Міне сіздерге осындай лекала беріледі. Лекаламыз аз детальдан ғана тұрады. Не бар болғаны 4 детальдан тұрады. Артқы бой, алдыңғы бой, мына жағасы. Одан кейін мына біздің жеңіміз 3 четверть, яғни шынтақтан сәл ғана түсіп тұратын жең. Осы 4 детальді міне қысқа ғана жасадым, себебі ұзындығын оны қоса саламыз матада. 2 метр матадан тігетін боламыз. Міне осындай шелковый купра матасын алдым. Енді өз қалауларыңыз бойынша штапельден, шелктан, купрадан, қалаған матадан, леннан тіге берсеңіздер де болады. Мата таңдау өз қалауларыңыз бойынша жасай бересіздер. Матам 2 метр. Сіздерге көрсетіп қояйын. Бар болғаны 2 метр мата алдым. Осыдан біз қазір қарапайым үйге киетін трапеция көйлек шығарамыз. Сосын бізге осындай фризелин керек. Барлығыңыз білетін шығарсыздар деп ойлаймын. Білмеген кісілер үшін осыны көрсетіп қояйын. Мына бір жағы клей, бір жағы кәдімгі тегіс. Бұл бізге көйлектің планкасын және жағасын өңдеуге, қатайтуға, матаны қатайтуға қажетті нәрсе. Бұдан жағаға, планкаға көп қажет емес, бір жарты метр, 30 сантиметр жеткілікті болады. Енді матамызды жайып, көйлекті пішіп алайық, содан кейін ары қарай құрастырып тігеміз. Енді ханымдар, көйлектің ұзындығы әрқайсыларыңызға әртүрлі. Көйлектің ұзындығын мына біздің иықтан бастап өлшеп алатын боламыз. Мына мендегі 1 деген цифра жағын, соны жерге қарай түсіремін. Енді ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша матаның жеткеніне қарай. Французский длина, яғни тізеден бір 15 сантиметр, 15-20 сантиметр түсіріп аламын. Лентамның біткен жері менің ұзындық, өздеріңіз қалаған ұзындыққа қоясыздар да, мына иықтағы қанша өлшемге келіп тұр, оны өлшеп аласыздар. Менде 115 шығып тұр. Мен 120-ға ала берейін, себебі мен бойым 1,64, қысқа маған жараспай қалады. Бірде 20 қылып аламыз көйлектің ұзындығын. Матаның үстіне 2 бүктеп, кәдімгідей матаны жайып қойдым. Мына жағы толық сыймады, сыйғанын жайып қойдым. Мына алдыңғы бойда біз шамалы белге жеткізбей планка саламыз. Бұл жерде тігіске орын берілмеген. Тігіске орын берілмеген дегеніміз, яғни бүктеп пішеміз деген сөз. Мына бүктеме бір деталь деп тұр, алдыңғы бой барлығы лекалада жазылып тұр. Осы мынау бүктелген жеріне қоямыз. Басқа жерінің барлығында тігіске қосып есептелген. Тігіске орын бермейсіздер. Осылай оны қойып қоямыз. Енді жаңа мен сіздерге ұзындығын өлшеп алуды көрсеттім. Сол бойынша көйлектің ұзындығын өлшеп аламыз. Сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын. Енді осы лекаланың иығы тұр ғой, сол иықтан бастап төменге қарай жаңағы мен көйлектің ұзындығын 1,20 алам дедім. Оған тігіске етегіне 2 сантиметр қоссаңыздар болады. 1,23 қылып ала берейін. Ұзын болып жатса, оны қысқарта қоямыз. Осы жерден белгі қойып қойдым. Енді мына лекаламызды толықтай бастырып аламыз. Бастырып алдық. Енді жаңағы біздің етегіміздің ұзындығы бар ғой. Осы ұзындықтан түзіп жүргізейін. Қанша сантиметр екені әлі белгісіз, себебі біз мұны келесі жағынан артқы бойда пішуіміз қажет. Алдыңғы бойда бастырып қойдым. Лекаланы толықтай қай жерге дейін келіп тұр, сол жерге дейін оны сызып белгілеп алдым. Енді біз мынау қалған жағынан артқы бойда пішуіміз қажет. Көрдіңіздер ғой, мынау кішкене бөлігі қалып тұр. Енді мынау бізге артқы бойдың етегіне кету керек, мына жағы, кең жағы. Соны шығаруымыз қажет. Енді 2 метр алып тұрмын ғой мен. Бұл 2 метр барлық размерлерге жетпеуі мүмкін. Себебі мен қазір 48-ші размер тігіп шығарып тұрмын. Соның өзінде жаңа менің ұзындығым, етегімнің ұзындығы. Енді осыдан мынаны былай қарай мен трапеция қылып алып кетуім керек. Сол себепті мына етектен шамалы жоғарырақ қойдым. Былай қойсақ та болады. Мен шетінде бір ақ полоскалар бар екен, соған тақап қойдым. Тігіске берілген, яғни осыны қазір бастырып аламын үстінен. Арт қойдым лекаланы.
бастырып алдым. Мен матаны сіздерге түсінікті болсын деп оң бетінен пішіп жатырмын. Енді өздеріңіз қалауларыңыз бойынша. Оң бетінен пішкенде де прям ештеңе білініп кетіп жатқан жоқ. Сол себепті осылай піше береміз. Міне көрдіңіздер, мынау менің етегінің кеңдігі. Өлшеп айтып жіберейін. 37,5 сантиметр болып тұр. Одан да сәл кеңдеу етсек болады. Қатты үлкен размерлерде енді 54-ші размерге дейін шығаруға болады. Одан ары қарай қатты үлкен размерлерде уже 2 метрден шығара алмай қаламыз. Мынау жаңағының етегінің кеңдігіне мынаны әкеліп қостым. Егер мысалы мен штапель купра матадан тігіп жатырмын, бұл жұмсақ мата емес, сол үшін етегін түзу алдым. Оны соңынан киіп көрген кезде қисық болып жатса туралаймыз. Ал егер шифон, шелк матадан тігетін болсаңыздар, ол кезде осы жерден жан тігісінен 4 сантиметр белгілейсіз деді. Сол 4 сантиметрмен етегін былай әкеп қосып жіберу керек болады. Себебі ол төменге қарай тартылып кететін маталар. Енді арқы бойдың ұзындығында 1,23 қылып аламын. Көрініп тұр ойы. Арқы бойды да иықтан өлшейміз. 23. Мына жерге келіп тұр. Мынаны төмендеп алсаңыздар да болады. Енді мен ана кеңдігі шамалы кеңдеу болсын деп осылай алған ғой. Енді етегі мысалы мынау алдыңғы бойдың етегінің кеңдігі қанша болды? Осыны өлшеп көреміз. 41 болыпты. Енді мынау арқы бойдікіні 41 қылып сызып аламын. Бұл етектің кеңдігін айтып жатырмын я. 41 қылып сыздым. Енді соны сызғышпен қосамыз. Көйлектің сызбасы көрініп тұр. Артқы бой. Артқы бойда бізде тігіс түседі. Себебі 2 метр бір еніне сыйғызып тұрғаннан кейін артқы бойға бір тігіс түсіреміз. Мынау алдыңғы бой. Осыны екеуін қиып аламын. Сосын жеңін, мынаның барлығын жайып, қайтадан жеңін пішетін боламыз. Одан да мысалға 1,5 ұзындық, 1,5 шешкім ұзын болып кететін шығар. 1,30, 1,35 қылып алуға да болады ұзындықты. Бәрі енді міне қалған матамызды жайып, осы жерден біз жеңімізді пішіп аламыз. Енді мысалға жеңнің ұзындығын өздеріңіз қалағандарыңыз бойынша алсаңыздар болады. Қазір менде 42. Жеңнің ұзындығы 42, яғни шынтақтан бір 6-7 сантиметр төмен түсіп тұрады. Оған қоссаңыздар да болады, немесе оны қысқартсаңыздар да болады. Қоссаңыздар да міне бізде матамыз қалып тұр, я. Одан кейін лекалады орта сызығын салып қойдым. Сосын мынау ойығы аздау жағы артқы бой. Ойығы көптеу жағы бізде алдыңғы бой болып келеді. Үнемі. Енді осыны бастырып аламыз. Лекаланы бастырып қойдым. Енді кесу барысында, лекаланы қию барысында қазір. Мынау тура жеңнің ортасы, сол ортасы белгісін қойып кетуіміз қажет. Қазір мынау лекаланы алып тастайын, ол үшін мына жерге сызық қойып алайын. Мен мына сызықты матаға түсіріп қойдым. Ол бізге қазір жеңін қосқан кезде тура шығу үшін керек болады. Міне сәл ғана қатты емес, сәл ғана көрініп тұратындай етіп тілік жасап кеттім. Ол бізде ортасы деген белгі. Енді міне алдыңғы жағын қиып жатырмын. Шатасып қалмас үшін міне алдына да кішкене тілік жасап кеттім. Осы бізде алдыңғы бойды білдіреді. Егер шатасамын десеңіздер, осы жасап кетіңіздер. Міне бізде осы қалған матамыз осы жерден біз
жағамызды және планкамызды алуымыз қажет. Одан кейін мен негізі оверлок көбінде жоқ, сол себепті мына көйлекті оверлоксыз еш қиындықсыз тігу жолын көрсеткім келіп тұр. Сол себепті қазір бізге косая бейка осы матаның өзінен жасап алғымыз келіп тұр. Сол себепті қазір жетіп жатса бейканы осы матадан аламыз, болмаса кәдімгі қолымызда бар бейкамен жасаймыз. Қазір енді жағасын, бізде жағасынан екеу керек. Екі детальді бірден пішіп алу үшін қалған деталімді екіге бүктеп қоямын. Сөйтіп осы жерге мына жағаны қойып пішіп аламын. Мына жағаның тігісі жоқ жері, яғни бұл бізде бүктеліп пішіледі деген сөз. Яғни мына матам 4 қабатталып тұр. 4 қабатталған кезде екі бүктелген, екі жағы шығады деген сөз. Матаны барынша үнемдейік, сол үшін мынаны шамалы бүктелген ашайын. Яғни жағын сыйып тұрса болғаны, қалғанын тастап бізге қажет болады. Осы бүктелген күйінде жағамызды сызып қиып аламыз. Жағамызды пішіп алдық. Енді бізге планка қажет. Планканы мен бейкалыға қоспадым. Оны өте оңай пішіп алу. Енді бізге бейкаға жетіп тұр. Яғни мынау қалған детальдің бізде осында екі деталь қалды. Біреуіне теспей, мына бір жағынан ғана планка пішіп аламыз. Планканы белге дейін түсірмеймін, белге жеткізбей. Белге дейін түсіп тұрғаны әдем көрінбей қалады. Сол себепті белге жеткізбеймін. Яғни ұзындығын бір 25 см алсақ жетеді. Матамды осылай бүктеп қойып аламын. Енді планканың ені 3 см болады. 3 см болғанда, қазір айтам, 3-те 3 6 см планканың өзіне кетеді. Екі жағынан 1-1 см тігіске алғанда 8 см бізге планка қиып алу керек. Мен мына 8 см-ді мына жерден белгілеймін. 8. 8. Енді ұзындығын 25 см алсам жеткілікті. Даже 30 алсам да болады. 30 қыла берейін. Енді сабақты барынша түсінікті болсын деп жатырмын сіздерге. Бірнеше қайтарып қарап шықсаңыздар, сабақ еш түсініксіз жері жоқ. Барынша анықта көрсетіп жатырмын. Енді осыны қиып аламыз. Қазір планканы тіккен кезде бұл детальдің түсінікті болады сіздерге. Бүктеліп тұрған жерін тура ортасынан екіден бөліп аламыз. Екі планка шықты. Енді бір аталам мына жерден бейканы қиып ала салайын. Бізге бейка мысалы басқа тігістердің барлығына кәдімгі жабық тігісті көрсетем. Бізге бейка тек қолтық тігісін өңдеуге ғана қажет. Сол себепті көп бейканың қажеті жоқ. Мұны менің линейкамның ширинасы 2,5 см. Сол 2,5 см міне мата тұр. Былай 90 градус, 45 градус міне қиғашынан қойып тұрмын. Линейканы тура осылай сызып қиып аламыз. Бір 3 деталь қисақ, 3 бейка қисақ жетеді деп ойлаймын. Жетпесе бір-біріне қосуға да артығымен бола берсін. Қиғашының мата созылады, сол себепті мына созылып жылжып кетіп жатыр. Міне біреу, енді екеу сызамын. Бұдан жуан болып кетеді. Осы ширинада алсаңыздар болады. Екеу. Сыбаяға жерден неғып кетейінші, созылып кетіп жатыр. Үш ноқта. Не үшін қиғашынан қиямыз? Мата қиғашынан созылатын болады. Сол себепті де бұл косая бейка деп аталады. Осы 3 лентамызға қиып аламыз.